Сәлем баршаңызға, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Салима. Бүгін балалар сүйіп жейтін снек дайындайтын боламыз. Бұл KFC-дағы жеккендерден ешқандай кемшілігі жоқ. Үй жағдайында жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Тауықтың төс етін жіңішке ұзынша етіп, видеода көрсетілгендей етіп, барлығын турап аласыңыздар. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Менің каналымда түрлі тағамдардың рецептілері бар, және алдағы уақытта түрлі рецептілермен бөлісетін боламын. Қазақша контенттің дамуына үлестеріңізді қосып, интернет желілері арқылы, WhatsApp, Instagram, Facebook желілері арқылы таныс достарыңызға, туыстарыңызға жіберсеңіздер болады, және лайк басып, комментарий қалдырып отырыңыздар. Барлық төс етімізді турап алып, кеңдей ыдысқа саламыз да, тұзы мен бұрышын салып, қолымызбен жақсылап араластырамыз. Біздің тұзымыз бен бұрышымыз етімізге сіңуі керек. Мен осындай снекке арналған ұнтақ пайдаланатын боламын. Бұл магазиндерде приправа сататын жерлерде болады, сол жерден алсаңыздар болады. Бөлек ыдысқа жұмыртқа, су және тұз салып жақсылап араластырамыз. Араластырып алғаннан кейін, оның үстіне осы ұнтағымызды салып, екінші құрғақ ыдысымызға қалған саламыз да, су қосылған ұнтақты жақсылап ішінде іртігі қалмайтындай етіп араластырып аламыз. Барлық төс еттерімізді алдымен осы сұйықтыққа, кейін құрғақ ұнтаққа саламыз. Осылай аунатып алып, барлық төс еттерімізді осылай етіп жасап шығамыз. Алдымен сұйықтыққа, кейін ұнтаққа аунатып аламыз. Барлығын жасап алдым. Енді қызып тұрған майға осы төс еттерімізді салып, қызарғанша қуырып алатын боламыз. Астындағы отын жаймен қойып қойыңыздар. Қатты қойсаңыздар, еттеріңіз қызарып, іші піспей қалуы мүмкін. Сондықтан астын жай отқа қойып, екі беті қызарғанша қуырып аласыңыздар. Снектің рецептін видеоның астында описание бөлімінде қалдыратын боламын. Барлық төс еттерді осылай етіп қуырып аламыз. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Қол жетімді және оңай, тез жасалады. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Мінекей ортасы осылай піскен, өте дәмді шықты. Менің балаларыма өте қатты ұнады. Жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Салима.